Баршаңызға қайырлы күн болсын. Мен каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай өте үлпілдек қамырменен дәмді шығатын ұйғыр халқының момо-сяй тағамының рецептіменен бөлісетін боламын. Ол үшін жылы суымызға ашытқы, тұз және қантымыздың барлығын салып, жақсылап араластырып, алдын ала елінен алынған ұнымызды салып, орташа жұмсақтықта қамыр илеп, жарты сағатқа көтерілгенше қойып қоятын боламыз жылы жерге. Қамырымыз көтерілгенше етімізді пияз, сәбіз және болгар борщын осылай ұсақтап, көбіктап турап алатын боламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менен келген видеоны бірінші болып көру үшін қоңыраушаның үстіне басып қойыңыздар. Түрлі рецептілер салатын боламын. Пайдалы болуға тырысамын. Әртүрлі рецептілер бар. Каналыма кіріп қарап шықсаңыздар болады. Осылай барлығын ұсақтап, төрт бұрышты етіп турап алғаннан кейін, қызып тұрған табамызға аздап қана май салып, етімізді жақсылап қуырып аламыз. Қуырып болғаннан кейін үстінен пияз және сәбізімізді салып, барлығын жақсылап араластырып, қуырылғаннан кейін томат пастасын салып, дәміне қарай тұз, паприка саламыз да, су құйып, етіміз піскенше баяу отта бұқтырып қоятын боламыз. Енді дайын болған қамырымызды осылай төрт бұрышты етіп өзімізге ыңғайлы болу үшін жұқалап жайып шығатын боламыз. Ешқандай ұн себудің қажеті жоқ, ешқандай да жабыспайды. Жайып болған қамырымыздың үстінен сұйық майымызды осылай чотканың көмегімен жағып, оның үстінен ұсақтап туралған көк пиязымызды салып, осылай екі жағынан бүктеп шығатын боламыз. Екі жағын бүктеп, осылай 2 сантиметр, 2,5 сантиметр көлемінен осылай кесіп шығамыз да, өзімізге ұнаған кез келген пішінде осылай әдемілеп формасын келтіріп алатын боламыз. Сіздерге әдейілеп көрсетіп жатырмын. Дәл осылай істесеңіздер өте әдемі, көрер көзге де, дәмі де өте ерекше болатын болады. Барлығын осы формаға келтіріп 10 минутқа көтерілгенше қоямыз да, 25-30 минутқа буыда пісіріп алатын боламыз. Біздің етіміз пісіп қалды, енді оның үстінен болгар борщын салып 5 минутқа тағы бір қайнатып аламыз. Сонымен біздің тағамымыз дайын. Өте дәмді ерекше болып шықты. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Бір жасағаннан мінсіз әрі дәмді шығатын рецептілердің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер және комментарийге бөлісе кетіңіздер. Баршаңызға сәттілік.